Бөрлі ауылындағы колледж бүгінгі күні түрлі салаға қажетті мамандарды даярлайды. Оқу орны әрі кәсіпорын мекемелерімен ынтымақтастық орнатып, түлектерді тұрақты жұмысқа орналастыру мақсатында кездесу өткізіп тұрады. Колледждің электрмен қамтамасыз ету мамандығының студенттері алдымен Бөрлі және Бумакөл, Қанай, басқа да елді мекендермен ауылдағы әлеуметтік нысандарда жарықпен қамтамасыз етіп отырған қосалқы станцияның жұмысымен танысты. Студент жастар практика кезінде аудандағы ірі кәсіпорындармен қатар ауылда да практикадан өтіп, мамандардан тәжірибе алады. Бүгінгі шараның негізгі мақсаты мемлекет тарапынан жастарға қандай қолдаулар бар екенін түсіндіріп қана қоймай, болашақ мамандарда тұрақты жұмыспен қамту болып табылады. Бұл деген біз әлеуметтік серіктестермен екі жақты ынтымақтастықтың арқасында студенттерді практикадан өткізу, яғни теорияны практикалық түрде мекемеде өз-өздерін көрсету арқылы болашақта үздік студенттерді жұмысқа алуға көп мүмкіндік береді. Сонымен қатар әлеуметтік серіктестер дуалды оқытуда, оқу бағдарламаларын жасауда, еңбек нарығының сұранысына сай оқушыларды, студенттерді, мамандарды даярлауда белсенді атсалысып отыр. Жұмыс беруші күннері келген қонақтарға колледждің оқу кабинеттері, зертханалар мен шеберханалар таныстырылды. Мәжіліс залында өткен жиында жұмыс берушілері, аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі, Атамекен кәсіпкерлер палатасының басшылары өз ойларын ортаға салып студенттердің сұрақтарына жауап берді. Об условиях организации молодежной практики. Мекемелердегі жастар практикасының іске асырылуы, ондағы жұмыс істеу уақыты мен алатын жалақысы жайлы. Одан бөлек алғашқы жұмыс орны түлектерді қолдау жобасы туралы. Жастарға жеңілдетілген несие беретіні, сонымен қатар қайтарымсыз гранттар жайлы жан-жақты ақпараттар бердік. Қазіргі таңда кәсіптік техникалық мамандарды дайындайтын оқу орындары көп болғанымен, әлі күнге дейін кадр тапшылығы барлық салада байқалады. Сондықтан болашақ мамандарды тек теория бағытында ғана емес, практикаға көңіл бөлу, жастарды қолдау, олардың жұмысқа орналасып кетуіне мүмкіндік туғызу жан-жақты талқыланды. Я ученик Бурлинского колледжа. Мен колледжде мұнай мен газды қайта өңдеу технологиясы мамандығы бойынша білім алып жатырмын. Бүгінгі өткен кездесу бойынша бізге түсіндіру жұмыстарын жүргізген қонақтарға ризашылығымды білдіремін. Әсіресе жастар практикасы бойынша көп ақпарат алдық. Мен колледжді бітірген соң жоғары оқу орнына түсіп, білімімді жалғастырғым келеді. Аталмыш жоба аясында серіктестермен осы бағытта жұмыстарды жалғастыру колледждің күн тәртібінен түскен емес. Өтепберген Қарасай, Марат Жұмағалиев, Ақ Жайық телеарнасы.